Сәлем достар, бүгін сіздерге менің бір күндік уборка рутинамды көрсететін боламын. Үйіміз әрқашан таза әрі уютный болса, көңіл-күйіміз де жақсы болады. Мен үй жинаған кезде музыка қосқан жақсы көремін. Солай үйді тезірек жинауға болады. Менің балдарым есейіп, аунайтын болғаннан кейін мен жерде жатамын балалармен. Солай азанда терезені ашып аламын. Содан кейін төсекті жинаймын. Күнде адамдарға шағын жататын заттары, қағазын, памперс барлығы осы шкафта керекті заттар. Таңғы астың столын жинап, ыдыстарын жуып жатырмын. Шаңды сүрткен соң, үй әлде қайда жеңіл сезіледі екен.
Мына дәріні шығарған адамға рахмет. Менің баламның ішінің өткенін бірден қойғызды. Негізі гүл бағу білмеймін, бірақ үйдің ішінде әдемі көрінеді. Сол үшін де жақсылап бағуға тырысып жатырмын. Достар, азанда ас үйлеріңіз әдемі болсын десеңіздер, онда кешкісін барлық жуылған ыдыстарды орын-орнына қойып, азанға әдемілеп қоюға болады. Мен ылғи осылай жасаймын. Кешкісін барлық ыдыстарды орнына қойып, азанда әдемі болып тұрады. Осы шкафтарыма организация жасауым керек. Сіздерге видео түсіретін боламын, қалай организация жасағаным туралы. Достар, осы каналға үйге қажетті лайфхактармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.